11 мектеп дефектологы Бигелова Қолғанат Ырғызбайқызы боламын. Бүгін маған кабинетіме, арнайы маманның кабинетіне осындай қолдан жасалған дамытушы құралдар келіп қалды. Бұл құралдарды көріп отырып, мен өзім көңілім толып отыр десем де болады. Себебі қазіргі біздегі дамытушы ойыншықтарға көп ата-аналардың қолы жете бермейтіндіктен қарапайым үйдегі дүниелерден жасалған дамытушы ойыншықтар екен. Бұл жердегі тыныс алу аппаратына арналған, яғни қазіргі көп балаларда сөйлеу тілі дамуы жағынан кешеуілдік пайда болатындықтан, яғни тыныс алу өте маңызды болып табылады. Сол тыныс алу аппаратына жасалған дамытушы құрал екен, яғни түтікше ұру арқылы балалардың демін ұзаққа соза аламыз, яғни сол арқылы баланың миына, ойлау қабілетіне біз жұмыс жасай аламыз. Келесі ойыншық бұл жерде балалардың қазіргі түстерді дамытуына, яғни түстерді ажыратуына арналған құрал екен. Бұл жерде тағы да теңіз бақалшақтарына арналған, теңіз бақалшақтарынан жасалған құралдар екен. Бұл да өте балалар үшін қызықты деп ойлаймын, яғни әрқайсысын өзінің түсіне қарай салып отырып, балалар көріп қабылдау арқылы, әрі ұсақ қол моторикасын дамыту арқылы түстерді есіне сақтайды деп ойлаймын. Бұл құралдар өте қолдан керемет жасалған екен. Ал келесі осындай Монтессори әдістемесіне қарай жасалған қонжық келген екен, яғни бұл қалдық құралдардан. Монтессори әдістемесі жалпы баланың еркін дамуына, балаларды қандай да бір тәртіпке бағындыру емес, балалардың еркін түрде өзінің дамуына, практикалық бөлімді көп қолданылуына, яғни ата-аналар қазір балаларды көп ананы ұстауға болмайды, мынаны ұстауға болмайды деп шектегендіктен, балалар қарапайым күнделікті дүниелерді өздері ұстауға, яғни мүмкіндіктері бола бермейді. Ал Монтессори тақтайшасы осындай практикалық жұмысқа бағытталған қонжық жасалған екен, яғни балалар өздері ашып көріп, ішіндегі заттарды анықтайды, қақпақтарды ашып көріп, яғни қол күшін жұмсау арқылы, мына жерде күнделікті қарапайым есіктерді кілттеу деген секілді түрлі үйдегі бар заттардан, яғни жасалған екен. Қарапайым бізде балаларымыз үйдегі светті де, яғни жарықты да ата-аналар қостырмайды, яғни қауіпсіздік шарасын алдын алу үшін, ал бұл жерге балаларға қауіпсіз әрі өздері практикалық түрде қолданып, қолдарына, яғни ұстап, өзінің зейінін, ойлау қабілетін, яғни бала ең бірінші өзі денесі арқылы сипап, сезініп, сосын барып қабылдайды, ұстап көреді, яғни бала. Мектеп сыныпқа келген тәжірибесі өте қызықты болды. Бұл дамытушы құралдар балалардың ой қабілетін одан әрі жалғастыруға жақсы. Бұл бұрынғы пластмасс қалдық заттардан екінші өмір сыйлап жатыр. Себебі оларды пайдалануға қолданған өте жақсы, керемет. Балалар қызықтап қарады. Жасырынған мына жерде суреттер бар екен, сандар бар екен. Бүгінгі Дүйсенбай Рамазан оқушымыздың әкелген осындай әдемі ойыншықтары балалардың 2-3 жастан бастапқы 5-6 жасқа дейінгі балалардың логикасын дамытуға, ойлау, сана сезімін дамытуға арналған осындай әдемі ойыншықтар. Бұл қазіргі таңда балалардың сөйлеуін дамытуда үлкен мағынаға қажет. Мен